Хабарымызды жалғастырамыз. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заңгерлік көмек көрсету мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті Асқар Тоқмамбетов атындағы мәдениет үйінде халықтық заңгер акциясын ұйымдастырды. Астанадан басталған шара еліміздің барлық өңірлерінде бір уақытта өтті. Шара барысында білікті адвокаттар, заңгерлер, нотариустар, медиаторлар, сот орындаушылары, сондай-ақ мемлекеттік органдарының өкілдері қала тұрғындарына тегін құқықтық көмек көрсетті. Мен бүгін халықтық заңгер кеңесіне кеңес алуға келдім. Онда өзімді мазалап жүрген көптеген сұрақтардың жауабын алдым. Соның ішінде тұрғын үй алғанмын. Соның коммуналдық төлемін сатушы жақтан төленбеген қарызды арыздану үшін қай жерге барып арыз жазуым керек және ол туралы кімнен консультация тағы да қосымша алу керектігі туралы алдым. Алған жауабыма қанағаттанамын. Көптеген сұрақтарымның жауабы табылды. Бүгінгі мына халықтық заңгер республикалық акциясы бүкіл республика бойынша сағат 17:00-де басталады. Яғни бүгінгі шараның басты мақсаты халыққа заңгерлік құқықтар беру. Енді бүгінгі шараның ең бір ерекшелігі бұл бүгінгі осы республика бойынша бір мезетте өткізіліп жатқан шара Гиннестің рекордтар кітабына енгізілуі әбден мүмкін. Сондықтан да мына осы шарадан кеңес алып жатқан азаматтар өзіне қажетті мәліметтерді, құқықтық сауаттылықтарын арттыра алады. Жаңа мен бірнеше заңгерлерді аралап шықтым. Біраз азаматтар келген, алаяқтық әрекеттер бойынша мысалы өздерінің арыздарын тіркетіп жатыр, адвокаттардың көмектеріне жүгініп жатыр, және біздің департаментке кеңес алуда, сосын жаңа денсаулық сақтау саласы бойынша да біраз азаматтар қазірдің өзінде осы айналдырған бір 15-20 минуттың көлемінде 100-ге жуық азамат өзіне құқықтық консультация алып кетіп отыр.